қошеметтеңіз. Бұл әсем әнді орындаушы өнер көрсеткен алдарыңызда Роман қызы Кәусар болатын. Шабадан соғып қойыңыздар. Құрметті қонақтар, мерекелік кешімізді жалғастырамыз. Бүгінде қазақ елі жер жаһанға татулық пен берекенің, бейбітшіліктің ордасы ретінде танылуда. Тәуелсіздіктің арқасында бүгінде қазақ халқы өзінің терең тарихын, рухани құндылықтары мен мұраларын қалпына келтіруде. Қазір осы бір ерекше тарихи мұраға іспеттес болған ерекше тарихи өлеңіміз бар. Тәуелсіздік тұғырым өлеңі. Әрине, бұл өлеңнің авторы Салтанат Дүйсенқызы. Қарсы алыңыздар. Тәуелсіздік тұғырым өлеңі Салтанат Дүйсенқызы оқып берсін сіздерге. Енді Бүркіт бізде қаншама көптеген кітаптар шығарған ақын кісі ғой. Енді ақын Бүркіт ағаның алдында өлең оқу мен үшін өте қиын. Сондықтан да енді осы тәуелсіздікке байланысты өзімнің осы тәуелсіздікке деген осы ойымды, жүрегімнен шыққан осы бір өлеңді қабылдаңыздар. Дәнегін ізгіліктің сеуіп келем, ән күй жыр сарынымен желіп келем, әдеттің әліпбиін тал бесіктен қорған ғып өн бойыма теліп келем. Мұраты жас буынның болсын өрлеу, жандану, жаһандану, биік төрлеу, мызғымас берік елдің аспанында жаңашыл қиялымен қанат сермеу. Таңдансын барлық әлем елімізге, байладық даналығын белімізге, арманын ұла байдың шертем сырғып, бақ келсін баянды боп жерімізге. Тулайды еркіндігім өр қанымда, белгісі тәуелсіздік әр таңымда, Махамбет Кенесары батырлардың ерлігі желбірейді ой жадымда. Қамқорлық, жанашырлық керек бізге, кетпесін жастарымыз өзге түзге, отанға қызмет қылу кезектен тыс болу керек міндетті бізбен сізге. Жаңғыртып сан ғасырлық мәдениетті, өлтірмей қызыл тілді әдебиетті, тарихтың тұңғиына терең бойлай, ту етіп өршіл рух пен қасиетті. Тәуелсіздік тұғырында нық тұрайық, білім ғылым жолына бет бұрайық, ата жолын ұстанған жастары бар, өркен деген, өрлеген ел құрайық. Тәуелсіздік